Сенен жүктімін дегеніне әлі сенбеймін. Ақымақтықпен, ойсыздықпен аяғымды шалыс басып қойдым. Ойнақтап жүріп от басты деген тек қана қыз балаларға ғана қатысты емес, ер жігіттерге де қатысты. Адамның аласы ішінде ғой, мен қалай уысқа түсіп қалғанымды білмеймін. Өзімнен де кінә бар. Оңды-солды жүрістің соңы осындай былыққа алып келетінін білмедім дей алмаймын. Сездім ғой. Бірақ нәпсіге еріп, соңында тұзаққа өзім түсіп қалдым. Айласын асырған бір қыз менен жүкті екенін айтты. Ол қыздың жүріс-тұрысы, мінез-құлқы маған жақсы таныс болғандықтан білемін, маған жар болуға жарамайтынын. Тек қана бір сәттік қызықтың құрбаны болып қалдым. Енді ол қызбен жақын қарым-қатынаста болғанымды растаймын. Бірақ балам менен екеніне күмәнім де болды. Өйткені ол қыздың менен басқа жігіттері бар еді. Барлығы айқын ғой, жігіттер бір-бірімізді жігіт ретінде түсініп, жай ғана өз нәпсіміздің жетегінде жүргенімізді білетінбіз. Бір күні сол қыз сенен аяғым ауыр деді. Мен әрине мойындаған жоқпын. Өйткені ол қыздың сыры өзіме мәлім ғой. Ол қыздың өміріндегі жалғыз жігіт еместігімді де жақсы білемін. Сондықтан мен оған барлығын ашып айттым. Менен үміттенбеуін де сұрадым. Өйткені ата-анам бәрібір қарсы болатынын ескерттім. Алайда қыз қыр соңымнан қалмады. Мен өзім жақсы білемін, бала сенен. Сондықтан өз еркіңмен мойындап маған үйленуге тиіссің деп талап қойды. Әйтпесе сотқа шағым түсіріп, өз құқымды қорғауға міндетті боламын деді. Сол кезде мен түрмеге түсуден қорыққан шығармын. Қашып жүрсем де ол мені тауып ала берген соң, мен де өз талабымды айтуға көштім. Жарайды, егер сенің құрсағыңдағы бала менікі болса, мойныма аламын, бірақ маған дәлел керек. Дәлелсіз мен саған үйлене алмаймын дедім. Ол келісті. Алматыдағы ДНК орталығына барып сараптама жасатып, менің балам екенін дәлелдеп берді. Содан не керек, мен де үйленуден басқа амал қалған жоқ. Ата-анама да айтып, олардың да амалы қалмаған соң, ол қызды келін етіп алды. Ары-бері қашқақтап жүргенде арада біраз уақыт өтіп кетті. Ал болашақ келіншегіммен құрсағы үлкейіп дөңгеленіп қалған болатын. Анам көңілсіз болды. Ел-жұрттың өсегіне қалдың ғой балам, тым болмаса ертерек айтқаныңда білінбей кететін еді ғой деп жылап алды. Енді не істейміз, болары болып бояу сіңген соң мойныммен көтеруге тура келді. Үйлендім. Бірақ бойдақ кездегі махаббатты, құштарлықты жоғалтып алдым. Қызым туылғанша мен оған жақындаған жоқпын. Баланың жазығы жоқ қой, анам да, әкем де өзімнің немерем деп бауырына басып еркелетті. Үйленсем де білмеймін қандай түлен түрткенін, некелі жарымның маған адал болып келмегені жаныма батты ма. Көшеге шықсам барлығы мені мазақ етіп күлетіндей қысылып жүрдім. Сондықтан бұрынғы жолдастарыммен бас қосуларға, отырыстарға бармайтын болдым. Адам осылай күйзелген кезде, күйінген кезде, бұрынғы еркіндігінен айырылып қалған кезде бір жұбаныш іздейді екен. Келіншегім әйтеуір келіндік міндетін атқарып жүр. Осымен бірге отбасын сақтап қалайын, қызымды әкесіз өсірмейін дейтін шығар. Әйтпесе мен оның жанына жолауға жиіркенетін болдым. Мен оған жылы сөйлемек түгілі жақ ашып сөйлемеймін де. Анам мұны байқап жүр ғой. Ақылын айтатын еді. Балам, өзіңнің таңдауың, өзің жасаған іс. Енді соны қабылдап ары қарай жақсы отбасы болып кетсеңдер болмас па? Қызың үшін онымен бірге жақсы мәміледе болуды үйренсеңші. Қашанғы бұлай жүре бермексіңдер. Ажырасып кетсеңдер екеуіңе де қиын болмайды. Біріңе күйеу, біріңе әйел табылады. Екі ортада қиналатын бала ғана. Баланың тағдырын ойласаң, отбасыңды тіктеуге тырыс деп, бірақ анамның ақылын тыңдап тырысып көрсем де болмады. Ішімдікке де салына бастадым. Әйелім өзінің кінәсін мойындап, маған қалай тұрмысқа шыққанын есінен шығармайтынын, сол үшін барынша тырысып жүргенін айтып жылайды. Бірақ оның сөздері бір құлағымнан кіріп, бір құлағымнан шығады. Қызым 3 жасқа келгенде үйге келген адамдар, мына бала кімге тартқан өзі, түрі басқаша ғой деп, жанды жерімізге тиісіп, жарамызды тырнауға ұста. Анам байғұс немересіне бауыр басып қалғаны сонша осылай деген адамдарға үлкен нағашы атасына тартқан ашаң жүзді, осындай көкшіл көзді кісі болатын деп шырпыр болушы еді. Ал менің ішкі түйсігім алдамаса, бұл қыз менің қаным емес, оған деген бір тартылыс күш жоқ. Әке деген қызына жақын іші бауыры елжіреп тұрушы еді ғой.
ал менде мұндай сезімдердің бірі де жоқ. Неге олай екенін білмеймін. Мүмкін әйелімнен көңілім қатты қалғандықтан мойындағым келмей тұр ма, әлде шынында да бұл менің қаным емес шығар деген ой күндіз-түні маза бермейді. Бұл тығырықтан қалай шықсам болады? Әйелімнің өткенін айттым, бірақ тұрмысқа шыққаннан кейін оның теріс қылығын байқамадым. Ол келіндік міндетін мінсіз атқаруға, мейлінше жақсы әйел болуға тырысып жүр.